Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен дастарханнан өте ерекше орын алатын, өте қолжетімді тағамның түрімен таныстырмақшымын. Бізге керегі тек қана фарш және жұмыртқа. Үйдегі фаршымызға өзіңіздің отбасыңыздың санына қарай пайдалансаңыз болады. Яғни осындай бөліктерге бөліп, табамыздың астын майлап, үстіне салып, тура видеодағыдай етіп стаканның көмегімен ұяшықтар жасайтын боламыз. Әрбір ұяшыққа бір жұмыртқадан сала отырып, 180 градуста, яғни 30 минуттай ұстайтын боламыз. Біздің фаршымыз пісті деген уақыт аралығында сіздер яғни гарнирге күріш немесе картоп, басқа да өзіңіз ұнатқан тағам түрлерімен ұсынсаңыз болады. Подливицына капуста, яғни баклажан немесе перец, барлықтарын қоса отырып ұсынып берсеңіз өте керемет болады. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Зульфия Қуанышбекова. Жақсы, сау болыңыздар.